Кейін құмыра ұстасына бардық. Құмыра ұстасы көзімізше бір бұйым жасады. Құмыра балшықтан жасап жатыр, прикол ұстайды. Ана кім не істеп жатқанымды кім табады, соған сыйлық бар деп. Мен тауып едім, маған сыйлыққа бір үлкен құмыра келіп тұр. Ана самолеттан қалай өткізем деп уайымдап отырсам, ішінен бір кішкентай алақандай шашка беріп тұр. Прикол ұстап. Одан кейін біздің ішімізден бір әйелді шығарып, тоже прикол ұстап, соған бір бұйым жасатқызды. Мен ойлап отырмын, ананы апару дейтін, весі дейтін қымбатқа шығады деп сатып дейін ба деп. Анам біреуге беріп кету керек қой деп ойлап отырмын. Учись, а то не женишься. Бір жертва табылды, міне. Очень быстро. Потом вниз, вверх. Обендал. Да. Получается, я вижу, что получится все. Да. Красота. Почти больше лиза. Поза где-то чуть. Да, вот так. Отлично. Автографын жазып беріп жатыр. Это не значит, что все здесь не разбьется. Конечно, это керамика в любом случае. Самое главное, это просто показать, как глина может быть там прочна. Хорошо? Мастерді Эйнштейн деп айтады екен. Ұқсайтын И боласың. это, конечно, вот тут. Эйнштейн ұқсайды да? Хорошо? Вот, послушайте. Специальный сондай құмыра, баяғы хет халқы тұрған кезде олар күнге табынған, күннің формасын істеледі. Күнге қояды, күннің жарығы өтіп, бұны как бы қасиет болып бітті дейді, ішіндегі зат благословен болды дейді. Сондай, мынаның, например, бағасы $1250 дейді. Осы холмиктің ішінің бәрі осындай проход жердің астына кетеді. Общий 40 гектар дейді. Скальный город деп аталады екен. Кая шехерінен бәрі қолмен істелген. Мынау жаңағы жауып тастайтын есігі. Специально сыртқы жақтан ашу мүмкін емес. Тар жерден. Тек мына ішкі жақтан ашылады, кен жерден. Мынаған бөренені кіргізіп, ішіне бәленбай адам итеріп ашады. Мына бір тас тіреп тұр. Жаудан тығылған кезде жау кіре алмас үшін.
мына жерге вход жабық. Мықты тар екен. После Антона, да, особенно. Арық адам болмаса 8 адам өте алмайды екен. Боялись. Местные в доспехах не заходили, это римляне пытались зайти. Чтобы их доспехи не пролезли. И не пролезали, и не шли, боялись. Дәл мына жаққа барып кіретін жер. Мынау вино жасайтын жер, мына жерге жүзінді төгіп, аяқпен басады. Мына тесікте, мына тесікке ағады. Винодельный, короче. И еще что происходило в жизни, ну, точнее уже не в жизни, а люди могли умереть. Да? Тоже не сказать, что через 3 недели умрешь. Если скончался человек, что с ним делали? Посмотрите. Труп вот сюда. Сюда клали. Нет, не было здесь кремации. Труп положили, чем-то накрыли, засыпали песком. А потом уже хоронили как надо, по традиции, по правилам веры. Вот такой здесь был образ жизни. Это последнее помещение, которое я вам Үңгірдің показал. ішінде адам қайтыс болса, осының ішіне көмсейді екен уақытша. Сосын жауып кетіп далаға шыққаннан кейін дұрыстап жерлейді. Про крематорий больше похоже. Сажа, копоть, черная.